Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы. Және достар, бүгінгі видеомызда сіздермен бірге Уран планетасының серіктерін талқылайтын боламыз. Жалпы мен алдыңғы видеода сіздермен Уран планетасы жайлы танысқан болатынбыз. Енді бүгінгі видеомызда Уран планетасының серіктері жайлы толықтай ақпарат айтатын боламын. Олай болса, біз бастаймыз. Уран серіктеріне келетін болсақ, Уранның 27 белгілі бір серігі бар. Олардың көбі атмосферасыз мұзды денелер. Олар 3 топқа бөлінеді. 5 негізгі серігі, 13 ішкі серігі және 9 қалыпты күйі жоқ серіктер. 5 негізгі серігіне Аберон, Титания, Ариэль, Умбриэль және Миранда жатады. Серіктердің ашылуы: астроном Вильям Гершель 1787 жылы Аберон және Титания деген екі ең үлкен серігін ашты. Келесі екеуі, яғни Ариэль мен Умбриэль 1851 жылы ағылшын астрономы Уильям Лессель ашты. Миранданы 1948 жылы Джерард Койпер байқады. Крессида және Белинданы 1986 жылы НАСАның Voyager 2 ғарыш кемесі ашты. Сити-Бош және Фердинандтарды Хаббл ғарыш телескопымен анықтады. Аберон Уранның екінші үлкен серігі. Ол Шекспирдің жазғы түндегі түсі қойылымындағы періштелер королімен аталған. Ол негізінен тастақтар мен мұздан құралған. Титания секілді Аберонның да беті әсерлі кратерлермен, жырлармен және канондармен қапталған, қара және сәл қызғылт болып келеді. Титания Уранның ең үлкен серігі. Ол Шекспирдің жазғы түнгі түс қойылымындағы періштелер королевасы атымен аталады. Титанияның экваторлық диаметрі 1609 километрге дейін. Оның беті қара және қызғылтым болып келеді. Бетін кратерлер, терең канондар және жырлар алып жатыр. Умбриэль Уранның үшінші үлкен серігі. Мұның диаметрі шамамен 1207 километр және де өзінің бетіне түскен жарықтан 16% ғана шағылыстырады. Миранда 5-ші негізгі серігі ішіндегі ең кішісі. Ғаламдардың ойынша ол негізінен су мұзынан, ақтастардан және де кішкене органикалық заттардан құралған. Миранданың беті көптеген жырлары мен канондардан тұрады. Ариэль Уранның ең жарық серігі. Voyager 2 ғарыш кемесі түсірген суреттерден оның беті кратерлерге толы екенін көруге болады. Сонымен қатар Voyager 2 Ариэльдің оңтүстік полюсі жанында да кратерлер, жазықтың және де Ариэльдің орталық оңтүстік ендіктерінде жырларының, канондар және мұзды ағыстардың барлығын көрсетеді. Ариэльдегі ең үлкен кратер Янгор. Уранның ішкі серіктері Миранда орбитасының ішіне қарай орналасқан. Корделия мен Офелия ең ішкілері. Олар Уранның Эпсилон сақинасына жақын орналасқан. Мап ішкі серіктері ішіндегі ең шетте орналасқан және де ең шеткі сақинасы жанында орналасқан. Қалыпты орбитасы жоқ серіктер. Қалыпты орбитасы жоқ серіктер планетаны алып қашықтықтан айналып кішкене денелер. Олардың диаметрі жүздеген километрден 10 километр аралығында. Бұлар туралы ақпарат өте аз. Верона Руппес Мирандадағы төбе. Төбенің биіктігі шамамен 5 километрге дейін болады. Яғни күн жүйесіндегі қазіргі белгілі ең биік төбе деп аталады. Міне достар, бүгінгі біздің видеомызда сіздермен Уран планетасының серіктерімен таныстық және бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі контенттік видеоға дайындалатын боламыз. Келесі контенттік видео өте қызықты болады деген ойдамын. Олай болса, біз сіздермен қоштаспаймыз.